Бәріңе сәлем, менің атым Салтанат. Бүгін мен ересектердің банкке ақшаны не үшін салатыны туралы айтып беремін. Банкте олар ақшасын жинап, көбейтеді. Олар мұны депозиттің көмегімен жасайды. Банк депозит бойынша пайыздар қосады. Ай сайын бұл шоттағы сома өсіп, қуантып отырады. Алайда банк бұл пайыздарды қайдан алады? Банк сіздің ақшаңызды сақтауға алып қана қоймай, басқа адамдарға да несие береді. Банктер әртүрлі мақсаттарға несиелер ұсынады. Саяхатқа, өз ісіңді ашуға және тағы да басқа. Бірақ телефон немесе соңғы үлгідегі гаджет үшін банктен несие алу ақылға қонымсыз. Оның орнына депозит ашып, ақша жинаған дұрыс. Естерінде болсын, несие үлкен жауапкершілік және оны әрқашан уақытылы қайтару керек. Ең ақылсыз шешім ескісін жабу үшін жаңа несие алу. Бұл шеңберден шыға алмай қаласың. Қазір менің мақсатым банктік депозиттің көмегімен планшетке ақша жинау. Тіпті мұны бастап кеттім деуге болады. Мұны бірге үйренейік. Келесі кездескенше сау болыңдар.